Кеше Қазақстан Республикасының президенті өзінің мөнберінде тұрып, Қазақстан Штрафстанға айналды деп шындықты айтқан қазақтарға қылмыстық іс қозғалады, заң алдында жауап береді. Қазақстан Штрафстан емес деп өзінің кезекті қоқан лоққы үндеуін жариялап тұрды. Осы қандықол қылмыскер жауыз ұры-қары Тоқаевқа: сенің атқарып отқан президенттік өткелің кезінде Қазақстан штрафстанға айналды. Өте жоғары штрафстанға айналды Тоқаев. Себебі сен халықты штрафпен қанап отырсың. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме Тоқаев. Және Тоқаевтың осы қылмыстық жүйесін, қылмыстық саясатын қолдап қорғап отырған қарабеттер Қазақстан құлдықстанға, Қазақстан штрафстанға, Қазақстан зорлықстанға айналғанына міне бірнеше жылдың көлемі болып, халық өмір сүріп жүрген жоқ. Халық өмір сүруге тырысып жатыр. Сендердің анандай қымбатшылықтарыңнан, сендердің анандай зорлық-зомбылықтарыңнан, сендердің анандай штрафтарыңнан, салықтарыңнан қазақ халқы өмір сүріп жатқан жоқ. Өмір сүруге тырысып жатыр. Сондықтан Тоқаев қолыңнан түк те келген жоқ қазақты қанаудан басқа. Оның бір дәлелі міне мына фотодағы жас ананың өмір сүруге тырысып, әрекет жасап, ең өзелі баласын қолда ұстап, Қазақстанның көшелерінде курьер болып жұмыс жасауы. Бұл сын маған емес, қарапайым халыққа емес. Бұл сын әлемдегі 6-шы орындағы байлығы бар мемлекетті басқара алмай отырған Назарбаев пен Тоқаевтың атына және солардың жемқор жүйесіне. Штрафстансыңдар, жемқорстансыңдар, құлдықстансыңдар. Мұны екі басқарған, екі шалдың кесірінен қазақ елі штрафстан, құлдықстан болды. Халық қолша өмір сүріп, өмір сүруге тырысып, әрекет жасап жатыр. Сондықтан беттерің қисық болса, Тоқаевтың жүйесі, айнаға өкпелемеңіздер. Халық айтса, қалып айтпайды. Қазақстан штрафстан, Қазақстан құлдықстан, Қазақстан тозақстанға айналып батыр. Әрберден кейін қазақтың жастары тозақта жүргендей. Осы кезде күніне 1000 рет күйіп, 1000 рет жанып отырмыз еліміздегі қиыншылықтардың салдарынан. Сондықтан енді жемқорстан, құлдықстан, штрафстан, тозақстан болып баратыр. Себебі ешқандай заңсыз әрекеттерге әділдік жоқ. Басына бір кісінің қолымен, қатыгездікпен құрбан болған қазақ әділдік таба алмай шырылдап жүр. Баланың өліміне, баланың қыздың зорлығына ешқандай әділдік жоқ. Жемқорлықта әділдік жоқ. Халықтың құқы қорғалмайды. Сондықтан қазақтар тірі кезінде тозақстанда өмір сүріп жүр. Тоқаев, сендерге 1045 рет ат қоюға болады. Штрафстан, тоқалстан, жемқорстан, әрберден кейін тозақстанға айналдыңдар. Халықта ешқандай арқа-жарқа өмір сүру жоқ. Өмір сүруге тырысып, әрекет жасап жүрген қарапайым халық. Так что беттерің қисық болса, айнаға өкпелемеңдер. Барды ептей алмай отырған, ептей алмайтын президент болдыңдар және жүйе болдыңдар.